етік киген мысық ертегісі. Баяғыда бір кәрі жиырмеші болыпты. Ол өмірден өтер алдында балаларына мұрасын бөліп береді. Үлкен ұлына диірмен, ортаншысына есек, ал кішісіне мысық беріпті. Кенже ұлы бұл мұраға көңілі толмай, қапаланумен болады. Ағалар-ау, дейді ол, өздерімен бірге болсам, тамағымды адалынан табар едім. Егер мына мысығымды сойып жесем, маған сосын терісінен басқа не қалады? Аштан өлдің деген осы емес пе? Алайда ағалары оған басын ауыртпайды. Бұл сөзді естіген мысығы сыр білдірмей сабырмен былай деп ақыл айтады. Уайымдамаңыз, қожайын, маған бір қап ағаш пен бұтаны кезуге қолайлы етік тауып берсеңіз болды. Өзім-ақ бәрін титтеп беремін. Иесі мысығының сөзіне сенер-сенбесін білмеді. Алайда ол мысығының тышқан аулағыш екенін бұрыннан біледі. Сөйтсе де ол мысығына етігін тауып беріпті. Мысық қажетті заттарын алған соң, етігін киіп алып, орманға бет алады. Оның қабында кебек пен қырыққабаттың жапырағы бар еді. Ол шөптің үстіне өліп қалған мысық секілді созылып жатып қалады. Әлде бір қоян қаптың ішіне кіріп мысыққа ұсталып қалады. Мысық қаптың аузын буып, қоянды салып алады да жолға түседі. Ол қоянын көтеріп патшаның сарайына келеді. Өзінің патшаға жолыққысы келгенін айтады. Ақыры патша мысықты қабылдай қояды. Сарайға келген мысық иіліп сәлем беріп тұрып, былай дейді: мұны сізге мәртебелі қожайыным Мальский де Карабас беріп жіберді. Король болса сыйлықты таңданып, қабыл алыпты. Мысық кетіп бара жатқанда король оған: өз мырзама, рахметіңді айт, сыйлығы қатты ұнады, деп сәлемдеме айтып жібереді. Бірнеше күн өткен соң, мысық егін алқабына барып, қабының аузын ашып қояды. Бұл жолы оның тұзағына екі қырғауыл түседі. Қаптың аузын буып, қайтадан корольға әкеп береді. Король бұл сыйлықтарды қуана қабылдайды. Осылайша арада 2-3 ай өтеді. Мысық өзінің қожайыны Маркиз де Карабастың сыйлығы деп үнемі аң-құстарды патшаға әкелумен болады. Бір күні мысық патшаның сұлу қызы бар екенін көріп қалады. Мысық дереу қожайынына жүгіріп келіп: сіз менің айтқанымды дәл орындаңыз. Мен көрсеткен өзеннің суына шомылсаңыз болды. Басқасын өзім қатырамын, дейді. Сонымен егесі мысық айтқан жерге шомыла бастайды. Осы кезде корольдің кемесі осы жақпен өтіп бара жатыпты. Мысық бар даусымен айқайлап кемеге қарай жүгіреді: бер келіңдер. Менің қожайыным суға батып баратыр. Король бұл айқайды естіген соң, кеменің есігін ашып, баяғы мысықты тани етеді. Байғұс Маркизді судан шығарғанша, мысық корольге өз мырзасының ұрылар тонап кеткенін айтады. Король болса қызметшілеріне ең әдемі киімді алып келіңдер деп айтады. Әлгі келген киімдер Маркизге жараса келеді. Корольге жас Маркиз қатты ұнап қалады. Король кемпеңдік танытып, оны өзенмен бірге қыдыруға шақырады.
Мысық өзінің ойлағаны іске аса бастағанына қатты қуанып, ары қарай жүгіріп кетеді. Жолда шөп өріп жатқан шаруаларды көреді. Ей, мейірімді адамдар! Егер сендерден король бұл кімнің шөбі деп сұраса, Маркиз Карабастың деп жауап беріңдер. Осы кезде корольдің де күймесі келе қалады. Король терезеден басын шығарып, бұл кімнің шөбі деп сұрайды. Маркиз де Карабастың деп жауап береді шаруалар. Мысық ары қарай келе жатып, жолда егін еріп жүрген адамдарды көреді. Ей, мейірімді адамдар! Егер король сендерден бұл кімнің егіні деп сұраса, Маркиз Карабастың деп жауап беріңдер. Содан король жақындап келіп, бұл кімнің егіні деп сұрайды. Маркиз Карабастың деп жауап берді шаруалар. Патша таң қалды. Бұл Маркиз өте бай адам екен ғой деді. Ақыры мысық үлкен бір зәулім сарайға келеді. Бұл өте бай адам жегіштің мекені екен. Бағанағы шаруалардың барлығы осы адам жегіштің жұмысшылары еді. Мысық жайлап адам жегіспен амандасады. Сөйтеді де былай деп сұрайды. Сіздің бойыңызда қасиет көп сияқты. Кез келген аңға немесе пілге айналып кетеді екенсіз. Бұл мүмкін бе деп таң қалды. Иә, рас деп адам жегіс бақырып жібереді. Саған бұны дәлелдеп берейін. Сөйтеді де үлкен арыстанға айналып кетеді. Мысық болса зәре шошып қорқып кетеді. Мысық айтады. Енді сіз осындай үлкен арыстаннан тышқанға айналай аласыз ба? Әрине деп гүр етеді адам егіз. Ол әп-сәтте тышқанға айналып кетеді де, мысық оны жеп қояды. Осы кезде корольдің кемесі де сарайға келіп қалады. Бұл кімнің сарайы деп таң қалады король. Баяғы мысық корольді күтіп алып, бұл Маркиз Карабастың сарайы. Патша не деген керемет сарай деп таң қалады. Осылайша патша өзінің қызын Маркиз Карабасқа береді. Ал етік киген мысық қожайынын осылай бақытқа кенелдіріпті. Міне достар, осымен менің ертегім аяқталды. Сау болыңыздар.